Самбо күресінен Мәскеу қаласында өткен әлем кубогінде жерлесіміз Бейімбет Қанжанов жеңімпаз атанды. Самбо күресінің негізін салған Анатолий Харлампиевті еске алуға арналған жарысқа әлемнің 29 елінен 300-ден астам палуан белдескен байрақты бәсекеде отандасымыз 4 кездесу өткізді. Әуелі Ресей палуанын 7-1 есебімен ұтса, екінші кездесуде Әзербайжан спортшысының жауырынын жерге тигізді. Үшінші кездесуде де ресейлік палуанды 12-0 есебімен ойсырата жеңді. Ал ақтық сында жерлесіміз оралдық Болатбек Райымқұловпен белдесіп, 1-0 есебімен басым түсті. Алда Венесуэла мен Болгария елдерінде супер кубок және әлем чемпионаты өтпек. Бейімбет Қанжановтың ендігі мақсаты сол додаларда топ жарып, ел абыройын асқақтату. Алда әлем чемпионаты бар, енді ол октябрьде деді. Құдай қаласа енді осы қазір әлем рейтингінде бірінші орында тұрмын. Сол Құдай қаласа енді соны сақтап қалуға тырысамыз енді. Осы ағайларымыздың үмітін ақтап, осы Қарағанды өзіміздің жанкүйерлеріміз осы Қарағанды спортын сол барлығын үмітін ақтаймыз деп ойлаймыз.